Сәлем бердік сіздермен келін асханасы. Осындай медовый корждармен, балды корждармен 67 деген сан тортын жасайық. Көп адамдар медовый корждармен ұнамайды деп айтады, қатты болып шығады дейді. Осы рецепті соңына дейін көріңіздер. Жұмсақ, үлбіреген қамыр болып шығады. Заказға пісіріп жатқан бірінші балды тортым емес. Сары май, бал, қант, ұн, жұмыртқаны араластырып, сұйық қамыр илеп, холодильникке тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып, алып, осындай 4-ке бөліп ол қамырымызды ұн сеуіп, жайып алдым. Және арнайы осындай қамыр кесетін пышақпен әдемі іздер, узор қалу үшін кесіп жатырмын. Жайып пышақпен де кессе болады. Бұндай пышақпен кесетін болсаңыз, инструментпен арасына қамыр жиналып қалады, соны арасында босатып тұру керек. Сол кезде жақсы кесіледі. Менде бүгін 67 деген сан аяулы анамызға арналған торт. Дайын коржымызды 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Келесі корждарымызды кесе береміз. Менің каналымда торттардың, ыстық тамақ, салаттардың, оңай пирогтардың рецептері бар. Қарап көріңіздер, капкейк жасап көріңіздер. Осы жаңадан шығатын видео рецепттер жоғалтып алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Отандық қазақ каналдарын қолдап қойыңыздар. Толық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Және менде 8 корж шықты. Артылғаннан печенье пісірдім, әртүрлі формалы. Корждардың бәрі піскен соң суытуға қоямыз және крем дайындай береміз. Менде мына жерде қант ұнтағы мен сливочный сыр. Екеуін миксердің аз айналымында айналдырып, кішкене біріктіріп алам. Одан кейін сливке қосып, салқын сливке кілегейді. Тағы да 2-3 минут миксерлеп жіберемін. Және осындай вопипайға арналған домалақ насадкамен кондитерлік қалташаны кигізіп, ішіне крем салып дайындап қоямын. Тортты жинайтын подложкамызды спиртпен сүртемін. Біраз уақыт дүкендерде тұратын болғандықтан шаң болуы мүмкін деп сүртемін. Және корждарымызды көрдіңіздер ме, қандай жұмсақ үлбіреп тұр. Кондитерлік қалташаны ақырындап қысу арқылы кремді шет-шетіне бірінші жағып шығамын. Астыңғы бөліктер онша көрінбейтін болғандықтан тез-тез кремді құя береміз. Сіздерге түсінікті болу үшін видеоны қысқартпадым. Тортты жинап болған соң бір түнге немесе бірнеше сағатқа сіңдіруге қойып қоямыз. Одан кейін әсемдей бастаймыз. Мен шоколадты шариктармен, шоколадты плиточныйлармен және изомальттан кішкене корона жасап сумен әсемдедім. Алдын ала безе пісіріп қойғамын, әртүрлі формалы. Соларды да қоямын. Және бетіне кішкене қант ұнтағын сеуіп жүремін. Және кондитерлі жылтырларды да қоюға болады. Артылған корждан печенье пісірдім. Жүрекше, әртүрлі гүл формасымен печеньелер. Соларға мастиканы жапсырып, пищевой клей арқылы, содан кейін бетіне жазу жаздым. Креміміз кәдімгідей көп болғандықтан, осылай насадкамен құйып жатқан кезде ыдыстағы кремімізді тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ақырындап ери бастамау үшін, жұмсара бастамау үшін, болмаса тығыз қою болу керек. Тоңазытқышта тұрса, сол өз қалпын сақтап тұрады. Және кондитерлік қалташамызда крем біте бастағанда, біткен кезде жаңағы тоңазытқыштағы кремімізді алып, саламыз да қайтадан тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менде клубника қантпен араластырып, блендермен езілген нағыз құлпынайдың дәмі шығып тұрады. Соны арасына құйып шығамын және үстіне екінші коржды қоя беремін. Келесі цифрамызды да дәл солай крем жағып шығамыз. Кейбір жерінде корж кішкене қисық болуы мүмкін. Сол жерлерде астына кремді кішкене қалыңдау етіп жағып жібересіз. Сол кезде коржымыз төмен қарай түсіп кетпейтін болады. Осылай 4 қатар корждардан жинадым және бір түнге сіңдіруге қойып қоямын. Немесе егер сізден кешке алып кететін болса, таңертең жасап, кешкіге дейін сіңдіріп қоямыз да бетіне
украшениялар, безендірулер қоя береміз. Мен шоколадты шариктер, печенье қалған, соған мастикадан жазулар жаздым, шоколад және безе қойдым. Рецепт ұнаса сіздерден лайк. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.